Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Бүгін бізде жетінші дәріс. Ад-дарсу сабиу. Жетінші сабақ. Мынау арабша 7 деген сан. Міне бастаймыз. Ман хадихи. Бұл кім? Хадихи әйел тегінде, я? Бұл кім? Хадихи аминату. Бұл амина. Ваман тилка. Ал анау кім? Міне тилка деген бізде осыған дейін міне хаза деген сілтемесін өттік. Хаза мағынасы бұл, жақын орналасқан заттарға арналған ертегінде. Хазихи дәл осы, бірақ әйел тегінде. Одан кейін міне залика бар, анау. Міне хаза бұл, хазихида бұл мынау деген мағынаны береді. Екеуі бір. Бірақ мынау ертегінде, хазихи әйел тегінде. Сол секілді енді алыс орналасқан заттарға арналған сілтемесіндіктер бар. Анау деген мағынада. Анау, залика анау ертегінде, енді әйел тегінде тилка болады. Тилка анау әйел тегінде. Ваман тилка, ал анау кім? Тилка Фатимату. Анау Фатима. Хадихи табибатун ва тилка мумарридатун. Мынау әйел дәрігер, ал анау жаңа медсестра, медбике. Хадихи минал хинди ва тилка минал ябани. Мынау немесе бұл Үндістаннан, ал анау Жапониядан. Хадихи тауилатун ва тилка қасиратун. Мынау ұзын, ал анау қысқа, я, қысқа бойлы. Ман хада, бұл кім ертегінде? Хада хамидун, бұл хамид. Ва ман залика, ал анау кім? Залика алиюн, анау али. Атилка даджаджатун, анау тауық па? Ла тилка баттатун. Жоқ, анау үйрек. Ма тилка, анау не? Тилка байдатун, анау жұмыртқа. Байдатун деген жаңа сөз, жұмыртқа. Хадихи сайяратул мударриси ва тилка сайяратул мудири. Мынау оқытушының көлігі, ал анау директордың көлігі. Асаату Аббасин хадихи. Бұл Аббастың сағаты ма? Ла хадихи саату Хамидин. Тилка саату Аббасин. Жоқ, бұл Хамидтің сағаты, анау Аббастың сағаты. Залика дикун ва тилка даджаджатун. Анау атеш, ал анау тауық. Жаттығулар, тамарин, иқра ва ктуб. Оқы және жаз дейді. Мынаны көшіріп жазып шығыңыздар. Кейін мына оқып ауларып шығыңыз. Бірінші сөйлем. Хадихи мадрасатун ва тилка джамиатун. Бұл мектеп, ал анау университет. Залика химарун ва тилка бақаратун. Анау есек, ал анау сиыр. Азалика масджидун. Анау мешіт пе? Ла тилка мадрасатун. Жоқ, анау мектеп. Хаза джамалун ва тилка нақатун. Мынау түйе, ал анау мынау верблюдица деген мағына, ұрғашы түйе. Хадихи хадихи мударрисатун ва тилка талибатун. Мынау оқытушы әйел, ал анау оқушы қыз. Хадихи мударрисатун ва тилка талибатун. Хаза кальбун ва залика қиттун. Мынау ит, ал анау мысық. Хаза байтул муаззини ва тилка хадиқату таджири. Мынау азаншының үйі, ал анау саудагердің бақшасы. Хадиқатун деген парк, бақша деген мағынасы бар. Ашир илал калиматил атияти бисми ишаратин лил баид. Залика тилка. Келесі сөздерге мынау сілтеу есімдігімен нұсқау керек. Қандай сілтеу есімдігі? Алыс заттарға арналған сілтеу есімдігі. Ол бізде залика тилка. Анау ертегінде, анау әйел тегінде. Мысалға, міне біріншісі уммун деп тұр, әйел тегіндегі сөз. Ана деген мағынаны береді. Тилка уммун. Залика абун. Анау ана. Анау әке. Тилка уммун. Залика абун. Залика қаламун. Анау қалам. Тилка мил'ақатун. Анау қасық. Тилка айнун. Анау көз. Неліктен? Себебі көзің мына екі жұптан тұратын ағза мүше,
Міне біз осыған дейін өткен едік. Жаңағыда жұпты мүшелер олар әйел тегінде болады. Мысалға қол, аяқ деген секілді. Тилка айнун дейміз, сол себепті анау көз. Залика хаджарун, анау тас. Залика қомисун, анау көйлек. Тилка қидрун, анау ережеге бағынбайтын, ережеден тыс. Жаңа әйел тегін белгісі болмаса да ешқандай, бұл әйел тегіндегі сөз. Бұны бөлек жаттаймыз. Тилка қидрун, анау қазан. Тилка нафидатун, анау терезе. Тилка бақаратун, анау сиыр. Залика мактабун, анау парта. Тилка нақатун, анау ұрғашы тие. Залика мухандисун, анау инженер. Залика муаззинун, анау азаншы. Тилка мумарридатун, анау медбике, медсестра. Залика сарирун, анау төсек. Тилка хадиқатун, анау жаңа парк. Тилка талибатун, анау оқушы қыз. Залика джамалун, анау түйе. Тилка баттатун, анау үйрек. Әл-калиматул джадидату, жаңа сөздер. Әл-мумаррилату, медбике. Әл-хадиқату, бақша. Әл-баттату, үйрек. Әл-муаззину, азаншы. Ән-нақату, ұрғашы түйе. Әл-байлату, бұл жұмыртқа. Асмаул ишарати лил-қариб, асмаул ишарати лил-қариби, жақын, қариб деген жақын деген сөз. Жақын заттарға нұсқауға арналған сілтеу есімдіктері. Хаза Мухаммадун, хазихи аминату. Хаза және хазихи. Бұл мынау деген мағынаны береді екеуі. Хаза ертегінде, хазихи әйел тегінде. Асмаул ишарати лил-баиди. Енді алыста орналасқандарға сілтеуге арналған, нұсқауға арналған сілтеу есімдіктері. Залика хамидун, анау хамид. Залика ертегінде. Тилка зайнабу, анау зейнеп әйел тегінде. Осымен 7-ші дәрісіміз аяқталды. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум.